Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың коронавируспен жұмыла күресу туралы үндеуін және 13 шілдені осы аурудан қайтыс болған отандастарымызға арнап ұлттық аза тұту күні деп жариялау туралы шешімін қолдау мақсатында біз қазақстандық дипломаттар осы бастамаға қолдау көрсетеміз. Осыған орай еңбек ақымыздың есебінен ерікті негізде қаражат жинауды шештік. Бұл қаражатқа біз шетелден отандық медицинамыз үшін арнайы құрал жабдықтар, дәрі-дәрмектер және жеке қорғану құралдарын сатып аламыз. Министрліктің барлық қызметкерлері бұл идеяны шын ынтасымен қабылдады. Өйткені бұл індет кеңінен жайылып, ешкімді бейтарап қалдырған жоқ. Қазіргі таңда барлығымызға қарапайым қолдау қажет. Сонымен қатар қазақстандық дипломаттар бірлестігінің мүшелері еріктілер ретінде біздің медиктерге практикалық көмек көрсетуге дайын. Өздеріңіз білетіндей, Сыртқы істер министрлігі және шетелдегі елшіліктеріміз қиын жағдайға тап болған біздің азаматтарымызға белсенді көмек көрсетуде. Сондай-ақ біздің достас әріптестерімізден арнайы гуманитарлық көмекті елімізге жеткізуге және коронавируспен күресу үшін қазақстандық дәрігерлерге олардың шетелдік әріптестерімен консультациялар ұйымдастыруға көмектесіп келеміз. Қазақстандық дипломаттар әрдайым біздің қоғамдық ортақ мақсаттарына қызмет етеді және барлық қажетті қолдау көрсетуге дайын.